Той томалақта жұртқа алақан жайдыратын ақсақалдар бұл жолы референдумға бата берді. Олар алдағы саяси науқанға сенгені сонша тәңірден сәтті өтуін тілейтінін айтады. Алла патшаға тыныштық, елімізге құт береке, жаңа Қазақстан болып түрленіп, осы бір оя әлемдегі көп ұлттардың бір алдына түсетін мықты ұлт болайық, мықты қазақ болайық. Аллах! Осылайша Жамбыл жеріне жұмыс сапарымен келген депутаттарды ақсақалдар бата беріп шығарып салды. Ал халық қалаулылары бұл қуанатын жайт, халықтың жаңа Қазақстан құруға деген сенімінің артқанының белгісі дейді. Аймақтағы аудандарды аралап жүрген Мейрамбек Төлепберген Әулие-Ата әлеуметінің референдумға деген көзқарасына жоғары баға беріп келді. Сол секілді өзге өңірлерде жаңа Қазақстанды бірге құруға шақырады. Алдағы болатын референдумға бір кісіде қатысуды мемлекетшілдік қасиет, менің елім, менің жерім, менің тілім деген тұрғыда қатысып отыр. Сондықтан да бұл орайда Қазақстанның алдағы күндеріне негіз беретін, тірек болатын, кепіл беретін қазіргі қадамдарды халық қолдайды.